Армысыз, насылдым. Жалпы болжамдар әлемі Сергей Салтанат арнасына қош келдіңіздер. Өзіңіз астында оқып отқандай, көралмаушы жандар туралы жалпы болжам. Сізді кім көралмайды екен, не үшін көралмайды екен, болжам жасап көрейік. Ол пырым өте ашық адамсыз, өмірде өте көп қиындықтар көрген, түйген, ол білгенінен керемет өзіне керекті ілімін, білімін алған, өте сондай позитивті деп па, өте сондай жақсы. Өмір қанша сізді ұрмаса да, өмір қанша сізді сындырмаса да, бірде-бір боранына да, бірде-бір желіне де қарамай қарсы тұрған, мойымаған, ғажап керемет жансыз. Ешқандай қиындықтар сізге сырдың суы келмейді сирағымнан деген ғой. Бұл жерде сондай тақырыпта. Бұл жерде бір ер адам сізді көре алмайды екен. Бұл ер адам сізге кім болып келеді? Дос көңіл, бірақ арттан көп сөйлейді. Сіздің сол іш бауырыңызға кіреді, бірақ түкте пайдасы жоқ, зияны болмаса. Бұл сізге кім болып келеді? Бұл кісі бұрынғы жігітіңіз, болмаса ажырасып кеткен күйеуіңіз. Дұрыс қылған екенсіз, ажырасып кеткеніңіз болса. Мына жерде мені ер адамдар көріп жатса, онда ажырасып кеткен әйеліңіз. Сіздің қазіргі баршылық тоқшылығыңызда сіздің ішіп, жоқ болып кетпей, жұмыс жасап, тап-тұйнақтай болып кеткеніңізді көре алмайды екен. Сізді мұрныңызды балта шаппайды, бұл жерде жау алмайды. Неге? Өйткені сіз өз жолыңызды жақсы білетін адамсыз. Жеңіс сіздің қолжыңызда, сондықтан іштемеге уайымдап, іштемеге бір мұңаятындай бұл жерде іштеме жоқ. Келіспеушілік болды ма, ажырастыңыздар ма, болды, екі жаққа кетті. Бірақ енді екінші тараптан ауыртпалықтар болса, енді өзінен көрсін. Бірақ сізге деген көре алмаушылығы әрине мына жерде көзге ұрып тұр. Сондай болады. Екінші кім? Көре алмаушы, сізге жаманшылық ойлайтын, көре алмай күндестік жасайтын. Бұл жерде тума-туысқандарыңыз арасында сізге арқаңыздан сөйлейді екен. Қалайша бұл сондай күшті болып кетті, қалайша бұл мойымады, қалайша бұл аяққа тұрып кетті деп сөйлейтіндер бар екен. Ол сіздің тағдырлық сізге сабақ беруші ұстаздар, олардан керемет сабақ алуыңызға болады. Тегін сабақтар деп па, өмір бізді үйретеді, бірақ өте бағасы өте ауыр, өте қиын, өте қымбат. Бұл ұстаздарға енді алғыс білдіріп қойыңыз. Өйткені сіздің таққа отыруыңызға, сіздің қазіргі деңгейіңізге жетуге үлкен үлес қосқан пенделер. Жолыңызды жапқысы келген екен, бірақ бұл жерде ешқандай да жол жабылмаған. Олардың сөздері сол ит үреді, керуенге көшеді дегеннің сондай сөздер кесіп жүреді бұл жерде. Сізге керісінше, егер жалғыз басты болсаңыз, алдыңыз той, думан, алдыңыз керемет бақ дәулет. Ал олар сол ит үрген сол жерде қалады. Айтқан, сол жаман сөз қазір айтқым келмейді. Өздерін сол қалдырған бір жерлерін, сол нәжістер қалған жерде қалады. Үлкен өзгерістер келе жатыр, әділмен. Өте тағдырлық өміріңіз кәдімгі керемет жағына ауысады.
Тағы көре алмай жатқандар кім екен? Әлеуметтік желіде жарқын қарқынды болған адамдарды жанкүйерлері, көрермендері сынайды екен, мінейді екен, жақтыртпайды екен. Не үшін қарайды? Сіз өте беретініңіз көп, ақпаратты жарқыратып, күшті майдай қылып, кәдімгі нанға май жаққандай қылып береді екенсіз. Сол өнеріңізді көре алмайды екен. Бұл жерде ол не деген сөз? Ол ішкі дүниеңізді, ішкі тылсым, ішкі қыр-сырларыңызды сіз өзіңізді толыққанды қабылдауыңыз керек. Мысалға, бір нәрсені алдыңыз ба, жоспарладыңыз ба, іске кірістіңіз ба, аяғына шейін жеткізуге қадалған жерден қаналмайтындай өзіңізді сіз алдын ала жеңімпаз санауыңыз керек. Неге? Өйткені сіз сол жолға қадам бастыңыз, енді аяғына шейін соны апаруыңыз керек. Бұл жерде кері қайту деген әңгіме болмау керек. Өз-өзіңізге деген сенім мол болу керек бұл жерде. Сіз онсыз да жұлдызсыз. Ішкі қорқыныштардан құтылыңыз. Одан сайын Құдай сізге, аруақтар сізге одан сайын керемет, ғажап қиялдарыңызды өңдегіні, түстегіні өңге бұл жерде әкеледі. Жоқ, өз ісіңіздің шеберсіздер. Өйткені бізге көреалмаушылар не үшін келеді? Олар біздің ішкі жан дүниеміздегі бір кертартпа кіріптар нәрселерді бізге айна ретінде олар бізге көрсетеді. Біз сол үшін олардың бәрін кешіріммен, өзімізге деген мақтанышпен, өз-өзіміздің сүйіспеншілікпен қарасақ, біздің жұмысымыз одан сайын артады. Сізге сондай ұсыныс, сондай болжам келді. Сол бүгінге ақпараттар легі осылай болды. Назар салып тыңдағандарыңызға алғыс білдіремін. Сау саламатты болыңыздар. Келесі жалпы болжамдарда аман есен кездескенше сау саламат болыңыздар.